көңілге қалай? Үш топ. Бірінші топ. Құраны қандай? Бұл заманда бірлікке сенетін емес, бірлікке сенетін заман. Екінші. Заманауи әлемде енді қуаты ең алдымен азаматтардың білімінен өлшенеді. Үшінші топ. Ел білім тәуелсіздігіміздің тірегі, ақыл-ой азаттығымыздың алғашқы. Отырамыз. Өткен тақырып бойынша қандай термин сөздер қолданып біз? Бірінші сөз. Қандай? Алымы. Екінші. Екінші бөлімі. Үшінші. Теңдеу. Төртінші. Айырма. Бесінші. Бөлшек. Алтыншы. Да. Tuttu mu? Kesinlikle tuttu mu? Evet, ilk tapsırması. Takdir ağzı siz. Altı siz. Sandık bölümü boyunca sandık tabu. Ötken sabahta kayıtalayımız. Stopla. Bisiklet jaslı buradan. Başlayız. Kayıt olup birinci bitir. Belgileriz. Biz. Dur bu işte. Bilmiyorum. Правильно, гигавайт это за. Десек табасың, қандай санды сұрау кетсің, мына ішінен жауабын естің. Sonuçta hemen yapıştırsaydı. Sonra yapıştırsaydı. Neresi?
тақырып кешегі тақырыптың жалғасы есепті шығару. Біздің кешегі тақырыбымыз еске түсірейік. Бірінші анықтама. Санның бөлігін табу үшін не істейді? Кім оқиды? Кім айтады? Санның бөлігін табу үшін санды осы бөлшекке көбейту керек. Дұрыс. Екінші. Бөлігі бойынша санды табу үшін бөлікке сәйкес санды осы бөлшекке бөлу керек. Түсінікті ғой анықтама. Санның бөлігін табу үшін санды сол бөлшекке көбейтеміз. Басқа амал керек жоқ. Екінші. Бөлігі бойынша санды табу үшін бөлікке сәйкес санды сол бөлшекке бөлу керек. Түсінікті ма? Бүгінгі жаңа тақырыбымыз табиғат аясына серуендеу. Табиғат аясына серуендеген жақсы ма? Бүгінгі жолымыз есептерді қалай шығарамыз? Қай жерлерге барамыз? Бірінші орман, екінші үшінші төртінші экологиялық орталық. Орманда не бар екен? Сендер үшін 670-ші есеп бар. Bölüğü boyunca her zaman diskusyonu şişti. Ruspa taklaları birisi.
іштейсің, бірге бестен Ары қарай. Кім шығады? Үшеу ғой. Жетпіс алтыншы есеп, әр есепке екі ұпайдан әр топқа. Бірінші топ, бір мен төртті шығарады. Жаттауға бірінші топпен бірінші есептен төртінші есепті бастайсың әр қайсысы. Екінші топ, екінші есеппен бесінші есеп. Үшінші топ, үшінші есеппен алтыншы есеп. Түсінікті ма? Жоқ, орныңда басып әр топ өзінікін. Бүгінгі сабақ бойынша қорытынды кім не үйренді? Мен бүгін ондық бөлшекті сан бойынша бөлініп